Байлық және қоқыс. Бірде бір адам өзінің қаласынан екінші қалаға қоныс аудармақ болып, қаланың кіреберісіне кірерде ақсақалды жолықтырады. Ақсақал одан: "Сен қай қаладан келдің?" дейді. "Мен жамандылыққа толы лас қаладан келдім" дейді. Сонда ақсақал: "Бұл қалада дәл сондай қала, сен бұл қалаға қоныс аударма" деп ақылын айтады. Дәл осы жағдай 1-2 сағаттан кейін тағы қайталанып, осы қалаға тағы да бір адам қоныс аудармақ болып, ақсақалға жолығады. Ақсақал: "Сен қай қаладан келдің?" "Мен жүрегі мейірімділікке, шаттыққа толы жайсаң қаладан келдім" дейді. Сонда ақсақал: "Бұл қалада дәл осындай" деп ақылын айтады. Сонда ақсақалдың қасындағылар: "Ақсақал, сіз 2 адамға 2 түрлі мәлімет бердіңіз. Оның сыры неде?" дегенде, ақсақал: "Жаман адам жақсылықтың ішінен бәрібір де боқтықты табады, ал жақсы адам жамандықтың ішінен бәрібір де жақсылықты табады" деген екен. Сондықтан бауырлар, жақсылықты іздейік.